Мен осы ауылдың тұрғыны Мүрсәлиев Тоқтар болам. Жасым 70-те. Енді айтарым мынау, енді қазір мынау қалып жатқан фабриканың әсері ел жұртқа белгілі. Енді мынау жан-жақта жайылымыздың бәрін алып бітті. Енді мал өсіріп нететін. Енді біз сол бір малдың мен жан сақтап отырған халықпыз ғой. Енді ауамызбен ішіп отырған суымызды бұлғаса бұлар. Басқа не қалады? Мынаның ар жағында 12 километр жерде Алтай деген ауыл бар болған. 70-те үй болды. Айналасын бәрін қазып бітті. Не мал жайылатын жер жоқ, не анау шөп шабатын жер жоқ. Бәрі айналасыдағы мамай құрғанды көрбім, ол жетпейді ғой деп мынаған. Төк сар топырақтан басқа ештеңке жоқ. Енді мына төмен қолдап кеп бізге ауыз салғай жатыр. Бұлардың қазбаған жер қалмады енді. Мына бізге бір кіріп кетсе, оның үстіне мынау сианит деген бәлесі дейді, сонымен жуамыз дейді. Бұның судың астына енді сүземіз дейді, сүзгенмен олда суда жатқан дүние ауаға тарайды. Ауадан суға кетеді. Мына судың басы біздің су деген ең таза су. Біздің мына суын ішіп отырған суымызбен ауамызды бұлғағаннан кейін адамдарды ақырын қысас қып осы жерден үндемей көшіру ғой енді. Күш көрсетпей көшірудің амалы бұл енді істеп отырғандар. Қандай амалдар істеп жатыр соны күш көрсетпей? Енді мынау